Күн жылынды. Демек, терлейтін уақыт келді. Көбіміз үшін қолтықтың су болуы немесе жағымсыз иіс бұл нағыз трагедия. Біз оны дезодорантпен бүркемелеуге тырысамыз, бірақ сіз білесіз бе, тердің өзінде ешқандай да иіс болмайды. Иіс қайдан шығады? Немесе кейбір адамдардың терінің иісі қышқыл немесе химия сияқты иістеніп кетеді. Бүгін біз тершеңдіктен құтылудың 5 ғылыми әдісін және иісті бір жолы жоюдың жолдарын айтатын боламыз. Тері туралы шындық. Неге иіс шығады? Тер 99% су. Иісті шығаратын тері емес, терідегі бактериялар. Олар терді қорек етіп қалдықтар бөледі. Сол қалдықтар иіс шығарады. Тердің иісіне қарап ауруды анықтау. Ацетон иісі. Егер теріңізден ацетон иісі шықса, бұл қант диабетінің белгісі болуы әбден мүмкін. Аммиак иісі бүйрек немесе бауыр жұмысының бұзылуын білдіруі мүмкін. Сірке суы, қышқыл иісі шықса, ағзадағы дәрумендердің жетіспеушілігі немесе инфекция болуы әбден мүмкін. Тершеңдікті қалай жеңеміз? Бірінші, антиреспиранттарды дұрыс қолдану. Антиреспирантты таңертең емес, кешке жатарда таза теріге жағу керек. Түнде тер бездері тыныш болады. Сондықтан құрал жақсы сіңіп, келесі күні тиімдірек жұмыс істейді. Екінші, тамақтану режимі. Ащы бұрыш, сарымсақ, пияз және кофе тердің иісін өткір етеді. Егер маңызды кездесуіңіз болса, бұл өнімдерден бас тартыңыз. Үшінші, мата таңдау. Синтетика бактериялардың инкубаторы. Тек мақта немесе зығыр маталарын киіңіз. Олар теріні демалдырады. Аптекалық шешімдер. Егер қарапайым дезодорант көмектеспесе, құрамында алюминий хлориді бар арнайы медициналық антиреспиранттарды, мысалы драй сияқты өнімдерді қолдануға болады. Бірақ оны аптасына 1-2 рет қана пайдалану керек. Терлеу бұл ағзаның салқындау жүйесі. Одан қорқудың ешқандай да қажеті жоқ, тек оны басқаруды үйрену керек. Егер сіз өте қатты терлесеңіз, эндокринологқа көрінгеніңіз абзал. Денсаулығыңыз өз қолыңызда. Сіз қандай дезодорант қолданасыз? Табиғи ма, әлде химиялық па? Пікірде бөлісіңіз. Лайк басуды ұмытпаңыз.